Баршаңызға сәлем достар, Түс Жору каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі Түс Жору түсіңізде атаңызды көрсеңіз деп аталады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Сондай-ақ каналымызға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде қайтыс болған атаңыздың жылап тұрғанын көрсеңіз, ол адамның сіздің дұғаңызға мұқтаж екендігін білдіреді. Шамаңыз келіп жатса, ол кісінің атынан садақа беріп қойыңыз. Түсіңізде атаңыздың сіздің үйіңізге қонақ болып келгенін көрсеңіз, атаңыз сізді болашағыңызда қиыншылықтар болатындығын, сізді ескертуге келгендігін білдіреді. Ал егер де түсіңізде қайтыс болған атаңыз сізбен сөйлесуден бас тартып жатса, сіздің Аллаға ұнамсыз іс жасап жүргендігіңіздің белгісі. Егер түсіңізде қайтыс болған атаңыз қатты жылап жатса, сіздің басыңызда үлкен қиыншылықтар бар екендігін білдіреді. Егер түсіңізде атаңыздың әлсіреп кеткендігін көрсеңіз, сіздің дұғаңызға мұқтаж екендігін білдіреді. Түсіңізде атаңыздың жасыл киім киіп тұрғанын көрсеңіз, атаңыздың Алла тағаланың алдында абыройлы екендігін және арғы дүниедегі жағдайының жақсы екендігін білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған атаңызға ақша беріп жатқаныңызды көрсеңіз, сіздің шынайы өмірде сараң адам екендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде қайтыс болған атаңыз сізге киілген киімін сыйға тартып жатса, сіздің қаржылай қиындықтарға тап болғандығыңызды білдіреді және бұл сізге қатты сынақ болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде қайтыс болған адамдармен күліп отырсаңыз, сіздің діннен алыстап кеткендігіңізді білдіреді. Осымен Түс Жоруға арналған видеомыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз.